жүрмін ғой. Иә. Мысалы ауылдың бәрін аралап жүріп, сонда маған бір сұрақ қойып еді. Мынау жаңа туған ауылында бір жігіт бар. Керемет пышақ жасайды. Пышақтар енді ажап мықты. Кәдімгі өте жоғары дәрежеде. Ондай пышақты шыны керек, және қолдан жасалған дүние ғой. Анау адам жасай алмайды. Кәдімгі анау сабының өзін қайыңның несімен, қабығымен қаптап солай айтады. Енді ол былай қарағанда бір суық қару ғой. Иә. Соны енді мен мысалы дейді, Атыраудан, анау Алтайдан, Россиядан заказ түседі дейді. Бірақ почтамен мен жібере алмаймын дейді. Өйткені суық қару дейді. Және соған бір лицензия бірдеме алуға мүмкіндік бар ма деп менен жүре сұраған. Өйткені жаңағы бірақ ол өзі білімді жігіт өте. Жаңағы енді кузнецін көрсеңіз, кузнецта заманауи бүкілі бар. Жаңағы бүкіл стандартқа сәйкес пышақтарды жасайды. Ешқандай не, ой, мынандай өз көз мөлшерімен қиып жасай бермейді. Кәдімгі стандартпен жасайды. Бірақ сата алмаймын дейді. Ешқай бүкіл Қазақстан бойынша маған заявка түседі дейді. Ешқайсысы мен ол туралы бір фильм түсіргенмін, көрсетеді. Сол қалай істесе болды сол жақсы. Қазір қараңыз, сұрағыңыз өте орынды. И тем более ол жігіт мүгедек жігіт еще. Не алады да? Все. Қазір қараңыз, иә. Ғажап жасайды деймін. Қазір бұл больше бізде заңгерлік жағынан қарастыратын, заң жағынан, иә. Бізде қазір Азамат деген коллегамыз бар, кәсіпкер. Бұл кісі бізде заң тарапынан руководитель. Басшы. Мына жерде негізі көп ауыл елді мекендерге айтылмаған екен негізі. Әріптестеріңізге де жақсырақ айту керек шығар. Мына жақта мысалы Тәттімбет ауылында қобыз, домбыра неше түрлі жасайтын бір азамат бар, Төлеген деген. Енді ғажап. Ол кісі бізге нағыз осы неге керемет жасайды да. Мен ол туралы да бір деректі фильм түсірдім. Оны ешқандай білмеймін. Бүкіл ауылдық әкімдеріне бергенбіз біз. Былтырдан бастап жаңағы бір тағам бір ауыл деген бағдарламаның бәрін осы жолға тоже несін отправлять